Сәлем балалар. Activity book 29 бет, lesson 3. Exercise 1, choose and complete. Таңдаймыз және толықтырамыз. Біріншісі, мысал ретінде берілген, I have got a yellow school bag. Менің сары сөмкем бар. They have got болма, has got болма. Has got бізде he, she қолданады, қалғандарына have got, яғни have got болады. They have got a dog. Олардың иті бар. He-ға has got қолданамыз. He has got an igloo. Оның igloo бар. Яғни igloo дегеніміз бұл мұздан жасалған үй. We have got a lot of friends. Біздің көп достарымыз бар. James and Leo have got болады, өйткені бұлды екі адам, A big kite. James пен Леоның үлкен батпырауығы бар. You, a brother and sister. Сенің ағаң және сіңлің қарындасың бар деп айтсақ болады. You have got. Jill has got an orange. Оның апельсині бар, Jillдің. It has got a small nest. Оның кішкентай ұясы бар деп осылай белгілейміз. Келесі екінші атау make sentences, сөйлемдер құрастырамыз. Яғни берілген сөздерді ретімен қойып, дұрыстап сөйлем жазамыз. Мысалы, біріншісі I have got a funny brother. Менің көңілді ағам немесе інім бар. Екі, he has got a clever sister. Оның ақылды әпкесі бар. They have got, мына жерде қалып қойыпты, жазғанымда. They have got a big family. Олардың үлкен отбасы бар. It has got a small bed. Оның кішкентай жатын орны, яғни төсегі бар. Үшінші атау color, write, use, I've got. Яғни мына берілген заттарды өзіңіздің заттарыңыз қандай түсте болса солай бояйсыздар, қалағаныңыз бойынша бояйсыздар. Мысалы, мына біріншісі берілген кепка көкке боялған. I've got a blue cap. Менің көк кепкам бар. Қалған заттарды да өзіңіз қалаған түске бояйсыздар. Одан кейін сөйлем жазасыз. Менде мындай түсте зат бар, менде мынандай түсте зат бар деген сияқты осы заттардың барлығын жазып шығасыздар. I have got қолданамыз, Мысал ретінде мен осылай жаздым. I have got a red book, яғни қызыл кітабым бар. I have got an orange pencil case, қызғылт сары қаламсабым бар. I have got a yellow kite, сары батпырауығым бар. I have got a purple school bag, күлгін сөмкем бар деген сияқты. Сіздер өздеріңіз қалған түс бойынша бояп, сол бойынша сөйлемдер жазып шығасыздар. Осымен тапсырмаларды аяқтадық. Каналға тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп кетіңіздер. 3-ші сыныптың орыс тілі, қазақ тілі және ағылшын тілі сабағы каналда бар. Сау болыңыздар.